Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақты өткізетін Ақтөбе қаласы номер 35 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Төренова Самал Алпысбайқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Сәбит Мұқанов көкшенің көрінісі. Лексика. Сабағымыздың мақсаты өз ойларын жүйелі жеткізе білуге дағдыландыру, мәтіннің мазмұнын айта білуге үйрету, сауатты жазуға машықтандыру, лексикалық тапсырмаларды дұрыс орындау. Сәбит Мұқанұлы Мұқанов қазіргі солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданындағы Жаман-Шұбар, бұрынғы Ақмола губерниясы Қызылжар уезі Таузар болысына қарасты 2-ші ауыл деген жерде 1900 жылы 13 сәуірде дүниеге келген. Оқушылар, назар аударайық, тақырыптық түйін сөздер, яғни келтірілген сөздердің қайсысы бүгінгі тақырыбымыздың сөздеріне жатады екен. Сөздердің банкісінде көптеген сөздер берілген, сол сөздердің арасынан біздің бүгінгі тақырыпқа қатысты сөздерді теріп жазып аламыз. Сәбит Мұқановтың көкшенің көрінісі шығармасы сол Көкшетаудың әсем табиғатын сипаттайтын шығарма болып табылады. Енді Бурабай, Оқжетпес, Жұмбақтас туралы аңыздарға тоқталып өтейік. Құстың көптігіне қарап, орманды қазақтар Бурабай деп атап кеткен. Бурабайдың ауасы таза әрі хош иісті. Бурабайдағы алғашқы сауықтыру орны 1910 жылы ашылды. Сол көкшенің төбесіне тек бура ғана шығыпты деген аңыз бар. Бір күні Абылайдың баласы Қасымхан садағынан жараланған бура көлге жете алмай өліп, тасқа айналыпты. Тас мәңгіліктің, беріктіктің, сұлулықтың символы. Бурабайда қарағай өспейтін жер жоқ. Бурабайды екінші Швейцария деп атайды. Бұл жерге демалуға Қазақстанның әр жерінен адамдар келеді. Келесі Оқжетпес туралы айтайық. Абылай хан әскерлері Қалмақ қызын қолға түсіреді. Бәрі мен аламын деп таласқанда қыз шарт қояды. Көкшенің ең биік шыңына найза ағашқа байланған орамалды кім атып түсірсе, соған тиемін дейді. Бірақ ешқайсысы сыннан өте алмай шың Оқжетпес деп аталған. Оқжетпес ең биік шың. Жұмбақтас. Жұмбақтас Оқжетпестің дәл қарсысында судың ортасындағы жартас, пішіні пирамида тәріздес, жиектері дөңгеленген граниттен тұрады. Биіктігі 18 метр. Жұмбақтастың пайда болу тарихы туралы халық жадында сақталған аңызда 17 жастағы тұтқынға түскен Қалмақ қызы Оқжетпес шыңынан Бурабай көліне секіріп кетеді де, сұлулықтың түскен жерінен таңғажайып жартас пайда болған. Егер Жұмбақтасқа көгілдір шығанақтан қараса, қыздың бейнесі байқалады. Ал қарама-қарсы жағынан қараса, Мыстан кемпірдің бейнесін көруге болады екен. Жарайсыңдар оқушылар. Енді Рамазан Стамғазиевті бәріміз білеміз, иә? Сол Рамазан Стамғазиевтің орындауында Кербез көкше әнін бәріміз тыңдайық. Арқаның кербез сұлу Көкшетауы, дамылсыз сұлу бетін жуғаны жауын. Жан-жақтан ертелі кеш бұлттар келіп жүреді, біліп кетіп есен сауын, есен сауын. Сексен гүл Көкшетаудың саясында, әр қайсы алтын кесе аясында. Ауасы дертке дауа жұпар иісі көкірек, қанша жұтсаң тоясың ба, тоясың ба. Қайла лиллай лиллай лиллай, қайла лиллай лиллай лиллай.
Арғалған көкше бойлап қарағайым, қасында көкжиекті аппақ қайың. Жебектей желмен жарпып, төңірек тау балқытып, мас қылады иісім майың, иісім майың. Көкпімбек құз басынан мұнар кетпес, басына атсаң дағау оғың жетпес. Бір жұтсаң көкше таудың жұпарынан өлгенше, көкірегіңден қонар кетпес, қонар кетпес. Хай лиләлиләй, лиләлиләй, лиләләй, хай лиләлиләй, лиләлиләй, лиләләй. Жақсы оқушылар, сабағымызды жалғастырамыз. Дәптерімізді ашып, сөздік жұмысымен жұмыстанайық. Келесі тапсырма топтық жұмыс, яғни біз топқа бөліндік. Бірінші топқа Сәбит Мұқановтың шығармашылығына шолу жасау, ал екінші топқа Көкшетау көрінісін сипаттау. Тапсырмаларымызды өте жақсы деңгейде орындап болдық оқушылар. Енді лексика, ол қандай сала, есімізге түсірейікші. Лексика сөз және оның мағынасын зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Сөздің лексикалық мағыналары, қолдану аясы шектеулі сөздер топтары және де қанатты сөздерден тұрады екен. Енді біздер диалект сөздерді Қазақстан картасына орналастырамыз. Қайталау оқу анасы демекші, әр облыстың диалект сөздерін дәптерімізге теріп жазамыз және оның тіл айырмашылықтарын ажырататын боламыз. Келесі тапсырманы орындайық. Бірінші топқа туған жер туралы мақал-мәтел айту, ал екінші топқа мәтін мазмұнынан синоним сөздерді табамыз. Яғни, қай мәтін мазмұнынан? Көкшенің көрінісі әңгімесінің мазмұнынан синоним сөздерді табу керексіздер. Енді оқушылар, біз бүгін сабақ барысында оқыған негізгі сөздер келтірілген. Мына жерде жадыны дамытуға арналған ойын. Олардың ретін жаттау үшін сендерде 2 минут уақыт бар. Табиғаты сұлу, орманды тоғайлы, көкшенің көрінісі, жеке батыр, жұмбақтас, оқ жетпес. Осы сөздерді жадымызға сақтап рет-ретімен айтайық. Жарайсыңдар оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сонымен көкшенің көрінісін біз қалай сипаттаймыз? Ауасы таза, табиғаты сұлу, көлдері шипалы, орманды тоғайлы, әсем табиғат, бурабай, оқ жетпес, жұмбақтас. Яғни көкшенің көрінісі біздің Қазақстандағы ең табиғаты әсем аймақ болып табылады. Жақсы оқушылар, бүгін сабағымызды аяқтадық. Енді бүгінгі сабақтан сіздер қандай әсер алдыңыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Алдарыңызда берілген смайликтер тұр. Сол смайликтерді қолымызбен көтере қояйық. Жақсы, барлықтарыңызға сабақ өте қатты ұнаған екен. Сабаққа белсенді қатысқан оқушыларға өте жақсы деңгейде баға береміз. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.